Сәлем, сіздермен Алия, және бұл 108-ші кітапқа қысқаша шолу. Бұл кітап міне осындай кітап, аты «Побег». Бұл кітап осындай кітап, аты «Побег из лагеря смерти», авторы Блейн Хардин дейтін американдық жазушы. Бұл концлагер туралы, солтүстік Кореядағы номер 14-ші концлагер. Кітап туралы айта кететін болсам, басты кейіпкер кішкентай бала, сол лагерде туылып өскен, және оның өмірі туралы. Сонда спойлер ретінде ол сол лагерден қашып кетеді, және сол лагердің сыртында да басқа әлем бар екенін біледі. Оған дейін біздің миымызға қонбайтын нәрселерді ол норма деп санайды. Өйткені лагерде туғандықтан сол лагердегі адамдардың айтқан ережесімен өмір сүреді, және тек сол лагер бүкіл әлемде сол лагердегідей адамдар өмір сүреді деп ойлайды. Тіпті кейбір тамақтардың әлемде бар екенін білмейді, басқа елдер қалай дамып жатқанын білмейді, оларды қалай сауаттылыққа үйретпейді, тек қана жұмыс жасатады, ұрып соғады, және ол әке-шешесіне деген махаббат, достық деген сезімдерді ешқашан өзі сондай сезімдерді қалай айтса болады, көрмеген, естімеген, ондай ол махаббат, тіпті достық деген сөз бар екенде білмейтін бала сияқты өсіп келе жатады. Ол лагерде көбі сондай күйеулері мен әйелдері бір-біріне жақын емес, балалары бір-біріне жақын емес. Өйткені бала туылады, оны бөлек алып кетеді, бөлек өсіреді деген сияқты. Ол ата-анасына жақын болып өспейді. Аштықтың кесірінен біздің миымызға қонбайтын қалай туған анасы ғой, туған інісі деген сияқты нәрсені олар түсінбейді. Өйткені ол лагерде әркім өзі үшін өзі жауап береді. Және шынымен ауыр нәрсе жазылған бұл кітапта, не для слабонервных дегендей, бірақ оқуға өте тұрарлық кітаптардың бірі деп ойлаймын. Өйткені біздің қолда бар алтынның қадірі жоқ, бірақ бұл кітапты оқығаннан кейін шынымен қандай бостандықта, қандай махаббатта, қандай керемет тыныш өмір сүріп жатқанымыз есімізге түседі. Және өзінің отбасында, достарында, бүкіл адамдармен қарым-қатынасын, өмірге деген көзқарасын кәдімгідей өзгереді. Өйткені бұл бала мысалы лагерден қашып кеткеннен кейін кері сабақ оқуға түседі, сабағын оқиды, түрлі тамақтарды, біз күнделікті жеп жүрген тамақ ол үшін кәдімгідей бір қалай айтса болады, таңғажайып нәрсе сияқты көрінеді. Сондықтан сол баланың көзімен осы өзінің өміріне қарауға өте жақсы бір практика десе болады. Сонымен бұл 108-ші кітап. Егер ұнаса, төменге өз ойларыңызды жазыңыздар. Оқыған адамдар болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және басқа да қысқаша шоуларды 100 кітап 2024 атты плейлисттен көре аласыздар. Сіздерге тек сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.